Сәлеметсіз бе білім алушы? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы халық күйі кеңес, яғни күйді талдау. Сабақтың мақсаты күйді талдау, халық күйі туралы түсінік беру. Халық күйлерін насихаттай отырып, оқушыға күйде кездесетін қағыстардың орындалу ерекшеліктерін меңгерту, есте сақтау қабілетін, музыкалық сауатын дамыту. Қазақ халқының күй өнері арқылы оқушының бойындағы туған еліне, жеріне деген сезімін ояту арқылы ұлтжандылыққа тәрбиелеу, қазақтың күй өнерін қастерлей білуге үйрету. Жалпы күй дегеніміз не? Күй дегеніміз домбыра және халық аспаптары оркестрлерінің репертуарларында өте көп орындалатын шығарма. Күйдің біз бірнеше түрлері бар екені бізге белгілі. Яғни лирикалық күйлер, тарихи, арнау, аңыз күйлер, халық күйлері, шертпе және төкпе күй, айтыс және тәртіс күйлері болып бірнеше түрге бөлінеді. Енді халық күй дегеніміз не? Халық күй дегеніміз авторы белгісіз, ұрпақтан ұрпаққа жеткенімен шығарған күйшілердің аты жөні ұмыт болуынан халық күй деп атап кеткен. Халық күйлері халықтың тұрмыс салт көріністерін, адамның тағдырын, жалпы өмірдегі болмысты суреттеп баяндайтын күй. Халық күйлері ғасырдан ғасырға ұласа беретін тұтас музыкалық тұлға. Музыка өнерінің ең бай саласы осы күй өмірі. Енді осы келіншек күйіне тоқталып өтсек, келіншек жас әйел. Келіншек сөзі келін сияқты туыстық қатысты білдірмейді. Ауылға жаңа түскен келінді айтамыз. Келіншектің бойындағы инабаттылық, сыпайылық, ілтипаттылықты байқаған күйші, оның талдырмаш аққұба шашы белінен оралған сұлу бота көз аруды бейнелейді. Енді күйге келетін болсақ, бұл күйдің екпіні орташа жазылған, өлшемі 2-4, ноталардың ұзақтығы 4 ноталармен және 16 ноталармен берілген. Қағыстары 2 төмен және алма кезек ноталармен жазылған. Енді мен алдымен өзім осы күйді орындап көрсетемін. Сосын бірге нотаны талдауға жұмыс жасаймыз. Енді бірінші тактімізде жаңа 2 төмен деп айттым. Яғни 2-4 өлшемі, сосын төмен жоғары қағыстармен берілген. Енді ойнап көрсетейін. Енді нотаны талдайтын болсақ, ең басынан бастап, жай екпінде әр тактыны санап, қағысына мән беріп ойнап көрейік бірге. Енді санаймын мен бірінші тактіден бастап. 1 и, 2 и, 1 и, 2 и, 1 и, 2 и, 1 и, 2
бір и екі жоғары, екі и бір. Тағы да 16. Енді сағаға түсеміз. Сол тек төмен, тағы төмен. Бір и, екі и. Тағы 16. Бір и, екі и. Бір и, екі и, бір. Енді ең соңғы тактіге қайталаймыз реприза. Енді бұл күйде қиындық туғызатындай нота ұзақтықтар кездескен жоқ. Бірінші тактіде айтқан екі төмен, сосын төмен жоғары қағыс. Барлық тактіде осы қағыстар қайталанып отырады. Одан кейін жаңағы 16-лық ноталарда раз и, два и қайтадан, сосын екі төмен, екі жоғары. Солай күйдің аяғына дейін қайталанып отырады. Енді біз бүгінгі сабағымызда осы халық күйімен және оның ойналу ерекшеліктеріне таныс болдық. Күйдің шығу тарихына жалпы түсінік бердік. Енді бізге үйде тапсырма осы күйдің аяғына дейін жүргізіп, қағыстарына мән беріп ойнап келу. Бүгінгі сабағымызға қатысқаныңыз үшін үлкен рахмет. Сау болыңыз.